Қайырлы күн достар. Бүгін біз штрудель тамағын дайындайтын боламыз. Достар, менің видеомды көрмес бұрын менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Енді тамағымызды дайындайық. Тамағымызды дайындау үшін бізге осындай көкөністер қажет болады. Құрамына қажетті заттардың барлығын қазір описанияға жазып қалдыратын боламын. Бірінші қызып тұрған майымызға етімізді салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Мен көбінесе сүйек етін пайдаландым, өте дәмді болып шығады. Оның үстіне пиязымызды қуырып, онан кейін сәбізді, болгарский перецімізді, жуамызды қосып жақсылап қуырып алатын боламыз. Оның үстіне су құйып бұқтырып қоямыз. Онан кейін шамалы жарты сағат етіміз пісіңкіргеннен кейін картопымызды салып 10 минутқа 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Жай отта. Енді қамырын дайындаймыз. Қамырына ұнымызды електен өткізіп алып, үстіне бір ас қасық тұзымызды салқын су құйып жақсылап қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Қамырымызды өте жұқа қылып жайған жақсы болып шығады. Қамырымызды жайып болғаннан кейін үстіне сары шемішкі майымызды құямыз. Бізде май бүкіл жеріне жағылып шығуы қажет. Қамырдың шеттен осылай ортасына қарай әкеліп, барлық жеріне майымызды жағып шығамыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Майлап болғаннан кейін начинкасы әркімнің өз қалауы. Мен бұраға сәбіз, укроп, жусай қостым, және кішкене қара бұрыш септім. Фарш пен жуаны немесе укропты қоссаңыздар да болады. Немесе ештеңе қоспай, жай өзін былай орасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Мен жақсылап осылай бүкіл жеріне салмасын салып шықтым. Бүкіл жеріне салып шығыңыздар салмасын. Егер фарш салатын болсаңыздар, фаршты кішкене жай отта қуырып алған жақсырақ болып шығады. Салмамызды салып болғаннан кейін шетінен бастап жақсылап орап шығамыз. Өте қатты нығыздап ораудың қажеті жоқ, жай көлемде былай орап шығасыздар. Орап болғаннан кейін үстін жайырақ өсіп басып қойып қоясыздар. Енді қамырымызды қазанымызға салып, үстіне су құямыз. Біздің қамырымыздың үсті осылай басылып неғып тұру керек. Қамырдың үстіне су шығып тұру қажет. Біздің тамағымыз дайын болып шықты. 30 минутта біздің қамырымыз дайын болады. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.